Сәлем достар, видео басталмай тұрып, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Көктемгі әлсіздік ағзаны тірілтетін 5 жолы. Көктем келді, күн жылына бастады да, көпшілік энергия жетіспеушілігін сезінеді. Ұзақ уақыт күннің қысқа болуы және дәрумендердің жетіспеушілігі көптеген әлсіздіктер әкеледі. Оған қоса әлсіз иммунитет түрлі вирусты ауруларды жылдам жұқтыру алуы мүмкін. Көктемгі әлсіздіктің жеңудің және энергия қорын толтырудың 5 әдісін ұсынамыз. Біріншісі, мәзіріңізді жемістер мен көкөністерді қосыңыз. Дүкен сөрелерінде түрлі түсті жемістер мен көкөністер түрлісі келіп басталғанын байқаған боларсыз. Сол мүмкіндікті пайдаланып, ағзаны дәрумендер мен пайдалы энергиямен байытыңыз. Дәрумендер ішіңіз. Дұрыс тамақтану дәрумен жетіспеушілігін алдын алатыны рас. Бірақ кей жағдайда тек жемістер мен көкөністер жеу көмектеспеуі мүмкін. Көктемгі әлсіздікпен күресуге көмектесетін 2 маңызды дәрумендер С және Д дәрумені. Алайда дәрумендердің курсын бастамас бұрын анализдер тапсырып, олардың деңгейін анықтап алуыңызға кеңес береміз. Таза ауада көбірек уақыт өткізіңіз. Шуақты ауа райында таза ауаға шығып, Д дәруменінің қорын толтырып алғаныңыз дұрыс. Таза ауада спортқа айналысып, мидың қанмен қамтамасыз етуін жақсартуын және күйзелісті түрін кемітуін, таза ауа сондай-ақ ұйқы сапасын жақсартып және иммундық жүйені қайтарады. Физикалық белсенді болыңыз. Ауа райы онша емес болса да, қозғалуды ұмытпаңыз. Физикалық белсенділік міндетті түрде жүгіру емес. Жеңіл жаттығулар жасаңыз, немесе әртүрлі топтық жаттығуларға, мысалы, ол би түрі болуы мүмкін. Барып көңіріңіз, қозғалыңыз, күйзелісті жеңуге көмектеседі. Мүмкіндік болса, үзіліс алып, жақындарыңызбен уақыт өткізіңіз. Мүмкіндік болса, үзіліс алып, демалыңыз. Көктемгі әлсіздіктің жиі кездесетін себебі дәрумендердің жетіспеушілігі болуы мүмкін. Біздің психологиялық денсаулығымызға да маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар, үйге ашық түсті ерекше ыдыс немесе киім сатып алыңыз. Мысалы, сары тәрелке немесе қызыл сары жұқа шарф. Көңіл күйіңізге жағымды әсер ететін хош иіс ванна қабылдаңыз. Ол ағзаны сергітеді. Сіздермен болған мен Әсия. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды.